Ассаламу алейкум. Көпшілік адамдар, көпшілік студенттер араб әріптерін жазғанда кішкене қателеседі екен. Сондықтан да 28 әріпті жазып көрсеткім келіп отыр бұл сабақта. Негізгі о баста мен осы һә әріпін көрсеткім келген. Өйткені көпшілігінің қатесі осы һә әріпінен болды. Яғни көпшілік былай жазады, немесе былай алыстан қояды да осылай. Олай дұрыс емес мүлдем. Яғни көрсеткім келгені менің һә әріпін осылай әкелу керек, жақыннан. Сосын жалғыз осы һәні ғана көрсетпей, барлық әріптерді көрсетейін дедім. Кеттік ендеше. Мысалы, әлиф әріпін алайық. Әлиф ол өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Жалғанатын болса, ол ләм әріпіне ұқсап қалады. Яғни сіз егер әлифті жалғайтын болсаңыз, мысалы, былай, онда л әріпі болып қалды бұл. Жоқ, бұл әлиф өзінен кейінге жалғанбайды. Яғни біз енді әбун дегенді алайық, мысалы үшін әке дегене әбун, немесе әл-әбу дейтін болсақ, слай және былай келеді. Әл-әбу болды. Әлиф-ләмнің келуіменен ун болмайды, тек қана әл-әбу болып қалады. Кеттік ары қарай. Келесі әріпіміз бә әріпі. Яғни сөздің жалпы тұрысы осылай. Бә әріпі. Мына жерде жазу ыңғайсыз екен кішкене. Келесі мысалы бәбунда есік деген. Бәбун есік деген сөз. Келесі әріпіміз ол тә әріпі. Жалпы өзінің тұрысы осылай. Тә. Енді туффах деген сөзді алайық. Туффахун. Осы жерде негізі әріптерді сызықтың бойымен жазсаңыздар әдемі көрінеді. Туффахун. Немесе сен деген сөз әнтә. Әнтә. Сөздің соңында осылай жазылады. Осылай. Келесі әріп. Сә әріпіміз. Сақал сі. Жалпы тұрысы осылай. Ал енді сәғләп. Түлкі деген сөзді алайық. Сәғләп. Осы сыны былай істеуге де болады. Яғни осы үш нүктені жай былай істеуге де болады. Негізі сәғләп. Түлкі деген сөз сәғләбун. Тағы да мысалы үшін сәурун. Сәубун киім деген сөз. Кеттік ары қарай. Келесі әріпіміз джим әріпі. Жалпы тұрған тұрысы мысалы жәмәл. Жәмәлун. Немесе тағы да қандай сөз бар? Жәмилун әдемі деген мағынаны береді. Бұл жерде де сөздің басында келеді екен. Ал сөздің ортасында келетін ж наджлису деген сөз. Етістікті ала сайын. Маған бастысы әріптерді жазып көрсету мақсатым. Наджлису біз отырмыз деген. Наджлису. Яғни төменге түседі син әрпі. Біз отырмыз. Наджлису. Келесі әрпіміз джим әрпі кетті. Енді һә әрпі. Һә. Яғни қиын әріптердің бірі. Ахмад, Мухаммад дегенде келетін. Мысалы үшін хисон. Хисон ат деген сөз. Хисон немесе химар есек деген сөз. Немесе Махмуд, Мухаммед. Мухаммад. Мухаммад адам аты. Келесі әріпіміз хо әріпі. Яғни жалпы көрінісі осылай. Аға деген ахи.
менің ағам, егер ахи осылай, немесе харуф, иә, қой деген сөз. Харуф. Келесі әрпіміз дәл әрпі. Яғни өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Бұл аса қиын емес. Сөздің ортасында да, сөздің ортасында, сөздің соңында осылай кішкене осылай қатты өзгеріске түспейді. Мысалы үшін алайық, дик деген сөзде, әтеш деген сөз, дикун. Сосын кейінгі әрпі зә әрпі. Бұл да дә әрпіне ұқсайды, тек қана айырмашылығы нүктеде. Мысалы үшін зәһәб, алтын деген сөз, иә? Зәһәбун. Зәһәбун, алтын. Келесі әріп, яғни зә кетті, ро әрпі. Келесі әріп, ро әрпі. Төменге түседі. Мысалы үшін ръсун да алайық. Бас деген сөз. Ръсун. Яғни хамзаның үстіне алифті сукунның келуімен деп кішкене сондай дыбыс береді. Ръсун. Бас деген сөз. Келесі әрпіміз зә әрпі, яғни мәселен зәһра. Бұл да өзінен кейінгі әріпке жалғанбайтын әріптер. Мысалы зәһра. Гүл. Келесі әрпіміз син әрпі. Мысалы үшін сәмәк, балық деген сөз. Сәмәкун. Келесі әрпіміз шин әрпі. Шин. Мысалы үшін шинға мысал келтіретін болсақ, шәмсун. Шәмсун деген не мағына береді? Күн деген мағына береді. Яғни осы шыны былай істеуге де болады негізі, жалпы. Шәмсун. Келесі әрпіміз сода. Сода. Мысалы, син, жалпы оңай, с, сақауша, енді сода, жуан. Мәселен, сод әрпіне сура. Сурет деген сөз, сура. Сурет. Немесе собр, исбыр, яғни сабырет. Жарайды, кеттік. Келесі әрпіміз дот әрпі. Бұл да сот әрпіне ұқсайды, тек қана нүктесімен айырмашылығы бар. Мысалы, дырсун деген сөзді алайық. Келесі әрпіміз то әрпі. Ой, кішкене келмей қалды, дұрыс. То әрпі, яғни то ира деген сөзді алайық. Ұшақ деген сөз. То ира. То ира. Осылай. Келесі әрпіміз зо әрпі. Позо. Мысалы, арқа деген зохрун деген алайық. Зохрун. Кішкене анау түсініксіздеу болып қалды ма? Қалай жазғаны? Тез жазып кеттім. Келесі әрпіміз айн әрпі. Айн. Мысалы, айнмен сөздері өте көп, негізі айнап. Жүзім деген сөз. Айнап. Және араб. Енді сөздің ортасындағы кішкене басқаша. Мысалы, әл-арабия, әл-луғатул арабия деген сөзді алатын болсақ, осылай жазылады. Арабия. Тағы да қандай сөз бар?
әлі айн или көз деген сөз, айн сөздің ортасында. Түсіндіңіздер ма қалай жазылатын? Тағы да мен көрсетемін жаймен. Мен мына жерде кедергі бұдыр. Кішкене көрініп түсініксіздеу. Осылай. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі әрпіміз ғойн әрпі. Дәл айн әрпі сияқты жазылады, тек нүктесі бар. Мысалы үшін ғазалда киік деген сөз ғазал. Ғазалу. Ләм әрпі сөздің соңында осылай төменге түседі. Келесі әріп. Мариям, ойнама. Нүктесі қалып кетті. Так, келесі әріп фә әрпі. Мысалы үшін фил. Фил деген піл деген сөз. Қайтадан жазып көрсетейін. Кішкене тез жазып қойдым өтемін. Осы сызықтың бойымен сөздер. Филун. Келесі әрпіміз қоф әрпі. Қоф. Яғни мысалға келтіретін болса қомар. Қомарун. Ай деген сөз. Келесі әрпіміз кәф әрпі. Яғни бұл кішкене өзгешелеу жазылады, осыған кішкене тоқталып кетейік. Мысалы айтатын болса китаб. Китабун. Кітап деген сөз. Немесе сөздің ортасындағы келетін болсақ, мына жерде қай жерде бар екен? Кездестірген жоқ, жарайды, анда дейік деген алайық та. Оның к-нің ортасында келетін осы к. Оның әтеші деген сөзді алайық. Ди сөздің ортасында осылай. Ди ку ху. Оның әтеші. Ди ку ху. Сөздің ортасында. Тағы да к мен ол қыздың его болатын болса, осы жерде кішкене грамматиканы. Ал енді оның балығы дегенді алайық, тағы да. Сәмә. Тағы да ку-ха. Сәмә ку, былай түсесіздер. Сумен көтерілесіздер, осымен и былай кетесіздер. Сәмә ку-ха. Ее деген жалғау мынау. Ол қыздың балығы. Сәмәк деген жалпы балығы еді ғой. Енді оның балығы сәмәкуха. Ол ер баланың балығы дейтін болса, его. Тогда сәмәкуху болады. Грамматиканы кішкене талап кетіңіздер. Енді жалпы кәф әрпіне кеп тоқталдық па? Келесі әрпіміз ләм әрпі да? Кәф, ләм. Келесі әрпіміз ләмнің тұрған тұрысы осылай енді. Ал мысалы ләмға мысал келтіретін болса, бәл, наоборот, деген мағынаны береді. Бәл сөздің ортасында осылай жазылады. Немесе әл-лұғатул арабия, яғни лыға көп кездесті негізі. Осының бәрі лыға мысалдар жеткілікті болды деп ойлаймын. Мысалы әл-лұғатул арабияда осы жерде өте көп екен. Әл-лұғатул Әл-Арабия. Әл-Лұғатул Арабия. Ләм әрпі кетті. Енді мим әрпі. Мимді кішкене қиын әріптердің бірі. Мим тұрған тұрысы осылай. Мысалы үшін уммуху деп сөздің ортасында алатын болсақ, оның анасы, осылай. Немесе умми, менің анам. Осылай, мим әрпі. Немесе негізі жалпы бүйтіп те жазады кейбіреулер. Көргендеріңізде былай келесіздер, сосын осы сызықтың бойымен қайтадан сөздер. Сөздер дағын осылай кетесіздер.
бір түрі сөздің ортасында жазылады. Және сөздің ортасында былай жазады кейбіреулер. Бұл да дұрыс негізі. Бірақ өзім мен былай жазам, осылай жазам. Түсінікті? Келесі әрпіміз, мысалы, уммун мифтах деген сөзді ала салайық енді. Мифтахун. Жерге алып келесіз. Мысалы, жаңа үш нүктені біз былай келтірдік, осылай да жазуға болады. Екі нүктені бүйте салады. Осылай істеуге де болады, немесе бүйте салады. Негізі жалпы арабтар. Мифтахун, келесі әрпіміз мим әрпі кетті. Енді нун әрпі. Жалпы тұрысы осылай. Енді сөздің басында осылай жазылады. Нәрун. От деген сөз. Мысалы, мен деген сөз әні. Әні, мен. Нун әрпі де кетті. Енді негізгі осы әрпі себеп болған осыны түсіруге. Мынандай қателерді көре берген соң әрқайсыны жеке-жеке айтқаннан гөрі осы видеоны түсірген маған кішкене оңайырақ болды. Сонымен әрпі осылай жазылады. Көрдіңіздер ма? Тағы да көрсетемін. Кішкене жақынырақ ал, Мариям. Былай алып келесіздер. Жаймен кетейін. Осылай кетесіздер. Түк те қиын ештемесі жоқ. Бұл сөздің басында. Мысалы үшін хәзә деген алайық. Бұл деген сөз. Мынау келмей қалды енді. Жарайды. Былай ғой негізі хәзә. Хәзә. Бұл. Немесе тағы да хаға мысал тағы да келтіре берейік. Михна. Қазір жаңағына мим әрпі болды ғой. Мысалы, михна. Михна деген мамандық. Мамандығың не? Михна, михнатук. То есть, тағы да көрсетейін. М жаздық. Төмен түсеміз. Осы түскен бойында көтерілеміз да, былай алып келеміз. Михна. Мамандық. Ма михнатуху, оның мамандығы қалай? Тоқта, Марим, баспа тоқта тұр. Әлі тағы да әрпі, сосын ең соңғы әріп уау және яй әрпіміз қалды. Енді келесі әріп уау әрпі. Уау әрпі. Енді қиын емес, енді уарда деген боласайық. Гүл деген сөз, роза, Уардун. Уардун. Осылай. Енді келесі ең соңғы әрпіміз яй әрпі. Жалпы көрінісі осылай. Ал енді ядун. Қол дейтін болсақ. Ядун. Немесе осыменен әріптерді жазу аяқталды. Сау болыңыздар.